Бұл әңгіме тікелей саған байланысты. Егер сенбесең, соңына дейін тыңда. Күндердің күнінде бір ауылдың қарапайым тұрғыны балық аулаумен айналысады. Ол күнде отбасын асырау үшін теңіздің жағасына шығып балық аулайды. Бір күні ауға түскен балығын үйге әкеліп әйеліне береді. Балықты тазалап жатқан әйелі оның ішінен жылтыраған маржан тасты тауып алады. Әйел дереу күйеуін шақырып, "Отағасы, мынаны қарашы, маржан тас тауып алдым" деп айғайлай бастайды. Екеуі өз көздеріне сенбей қатты қуанады. Ертесіне отағасы әлгі маржан тасты алып сату үшін ауылдың дәулетті тұратын бай адамына барады. Маржанды көрген бай кісі, "Мен бұл маржанды сатып ала алмаймын. Оның ақысына берер менің дәулетім жетпейді. Ол сондай қымбат тұратын дүние екен. Сен одан да көрші қалада орналасқан базардың ішінде құнды тастар сатумен айналысатын кісіге бар. Мүмкін сол сенен сатып алар" дейді. Көп ұзамай балықшы базарға барып, әлгі кісіні тауып алады. Жалтыраған маржанды көрген бойда ол, "Сенің мына маржаныңа ешқандай ақы бере алмаймын. Ол өте бағалы әрі құнсыз. Ендеше сен елдің ханзадасына бар. Ол осындай құнды тастарды жинағанды жақсы көреді. Есесіне оның саған берер ақшасы да жетеді" дейді. Балықшы дереу ханзаданың сарайына барып, оның алдына кіреді де қолындағы маржанды көрсетеді. Сонда ханзада, "Бұл дәл мен іздеп жүрген маржан тас қой. Мен саған оның ақысына не берерімді білмеймін. Бірақ бұның бір шешімі бар. Мен саған менің жеке қазынам сақталған қоймаға кіруге рұқсат беремін. Онда тура 6 сағат боласың. Қалаған дүниеңді аласың. Бірақ 6 сағат өткеннен кейін ештеңе алуға рұқсат жоқ. Егер келіссең, қолындағы маржан тасқа берер ақым осы" дейді. Әбден кедейліктің таршылығын көрген балықшы қазыналы қойманы естігенде есі кетіп, ханзаданың ұсынысына қуана келіседі. Қоймаға кірген бойда балықшы алдындағы қазынаға көзі тоймай, әрқайсысын бір ұстап қомағайлана бастайды. Қоймада алтын қазынадан бөлек жататын жайлы төсек және әртүрлі тамаққа толы дастархан болды. Мұны көрген балықшы іштей, "Мен 6 сағат бойы мұнда не істеймін? Алдымен мына дастарханнан ауыз тиіп, қарнымды тойдырып алайын" деп 2 сағат бойы асықпай тойғанша тамақтанып алады. Сосын ол жайлы төсекті көріп, "Тағы 1 сағат байлықтың арасында ұйықтап алайын. Мұндай мүмкіндік туа бермес" деп жатып терең ұйқыға кетеді. Біраз уақыттан кейін кенет қойманың есігі ашылып, 2 күзетші әлгі балықшыны көтеріп алып есікке қарай беттейді. Терең ұйқысын әрең ашқан балықшы, "Не болып жатыр мұнда?" деп байбалам салады. Сонда күзетшілер, "Саған берілген 6 сағат уақыт өтті. Енді бұл жерден ештеңе алуға рұқсат жоқ. Дереу шығарамыз" дейді. Балықшы естігеніне сенбей, "Не дейсің? Мен әлі ештеңе алып үлгермедім ғой. Мен ұйықтап қалыппын. Маған тағы шамалы уақыт беріңдерші" деп өтінеді. "Сенде 6 сағат жетерлік уақыт болды. Алайда сен қарныңды тойдырғаннан басқа ештеңе алмадың. Уақытыңды тиімді пайдаланып, керек дүниеңді жинап алғанда, сыртқа шыққанда барлық керек тамағыңды алып, қажеттілігіңді орындайтын едің. Енді саған ешқандай мүмкіндік берілмейді" деп күзетшілер оны сарайдың сыртына алып шығарып тастайды. Иә, бұл әңгімедегі маржан тас ол сенің кеудендегі жаның. Оны ешқандай бағаға сата да сатып та ала алмайсың. Ал әлгі қазынаға толы қойма, ол мына жалған дүние. Оның ішіндегі көз тоймас жылтыраған байлыққа қара. Ол біздің бұл өмірде жасауымыз керек болған игі жақсы амалдар. Жататын жайлы төсекке қара. Ол біздің ғапыда бос өткізетін уақытымыз. Ал жайылған дастарханға қара. Ол өмірдегі нәпсі мен құмарлық. Ендеше бұл әңгімені тыңдаушы, ей балықшыға ұқсаған пенде, саған берілген 6 сағат ол сенің ғұмырың. Ендеше сол ғұмырыңды ғапыда өткізбей, ұйқыңнан оян да айналаңдағы жылтыраған қайырлы әрі игі амалдар істеуге әрекет жаса. Себебі қасиетті Құран кәрімде, "Егер қайсы біріңе өлім сәті келгенде, Раббым, мені дүниеге қайтаршы. Мен сол артымнан қалған өмірде жақсы амал жасармын" деп адамдардың өкінетіндігі баяндалған. Сондықтан сұм ажал алқымыңнан алмай тұрып, ертерек қамдан да уақытыңды босқа өткізбе, бауырым.